біздің мына Атырау футбол командасының футболистері қазір тренировкаға кетіп бара жатырмыз. Бұйырса 6-7-сі Ақтөбе командасымен ойнайтын боламыз. Қайырлы күн, мен Есенияз Талап Тарғынович, Атырау шағын футбол командасының ойыншы және капитаны болам. Балалық шағыммен туған жерім Атырау қаласы, Привокзальный ықшам ауданы, сол 5-ші микрорайонда дүниеге келгем. Жалпы ең бірінші осы футзал емес, жалпы күрес үйірмесіне қатысқам, күрестен бастағам. Осы 2008-2010 жылға дейін. Сол күресті қойғаннан кейін жалпы любитель дейді, любительдер арасында осы футзал ойнап бастап, түбі сол профессиональный клубпен жүріп жатыр. Fala pessoal, sou Alisson, tenho 28 anos, nascido em São Paulo, Brasil. Bom, minha infância, desde o começo, eu sempre fui bem influenciado a praticar esportes. Meu irmão mais velho, sempre quando ia praticar esporte, jogar futsal, futebol, ele sempre me levava e isso me fez gostar de futebol, futsal desde o começo. Então, pratico esporte, futsal desde os meus 7, 8 anos de idade e até hoje. Levo isso profissionalmente. Мен Жақсылық Байсариев Болатұлы, 1989 жылы Қызылорда облысы Шиелі ауданында дүниеге келгем. 2006 жылы Алматы қаласындағы республиканский интернат бар. Сол жерге оқуға түсіп, 2009 жылы сол интернатты аяқтап, 2009 мен 12 жылдар арасында Абай атындағы педагогикалық университетінің физкультура факультетіне оқуға түсіп, 2015 пен 18 жылдары Абай Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы университеттің магистратура бөлімінде физкультура факультетін бітірдім. Осы менің оқуымның бәрі осы спортпен байланысты, осы тренерлік жолында футбол бөлімінің маманымын. Сол 2017-ден бастап осы тренерлік жолда келе жатырмын. Футболшы болу деген арманым болған жоқ жалпы. Футболға 2012-де
2011-12-лерде бастап ойнап бастадым. Командаға келгенім 2019-да ашылғаннан бастап, клуб ашылғаннан бастап осы. Não posso dizer que era meu sonho, mas como eu pratico desde muito novo, acabei pegando gosto. E acho que a maioria dos jovens, das crianças, sonha em jogar futebol, futsal. Então acho que eu segui por esse caminho também e continuei trabalhando, jogando até virar profissional. Eu comecei, como eu disse antes, meu irmão mais velho sempre me levou a jogar futsal, futebol, desde os meus 8 anos de idade. Desde em diante, então eu não parei mais e estou até hoje. Nos meus 28 anos de idade, continuo praticando o esporte futsal. Өзім футбол ойнадым жас кезімнен бастап, осы бала кезімнен біздің қызылордалық Қайсар футбол командасының жастарынан бастадым. Қайсар жас деген біздің уақытымызда жаңа қазіргі дубль дейді, қазіргі первый лига дейді. Сол Қайсардан бастап, сосын жаңа Алматыдағы спорт интернатқа түсіп, сол интернатта оқыдым, сол футбол бөлімінде. Мен үшін футбол өмір салты десек болады. Себебі өмір осы футзалмен байланысты өтіп жатқаннан кейін. Ойынға дайындық қалай айтса болады енді, мотивацияны жалпы осы әр жеңіс, әр соққан голдар бәрі бұл тарих болып жазылып қалғаннан кейін, есте қалатын болғаннан кейін, соның өзі үлкен мотивация. Жалпы әр жеңіске жету деген бұл тарих қой. Сол мотивация. Eu sempre me influenciaram da melhor forma, né? Tanto como pessoa, tanto como na vida profissional. Minha mãe e meu irmão sempre me apoiaram, me incentivaram a seguir esse caminho. Cara, eu posso dizer que é um estilo de vida, de onde eu tiro o meu sustento, a minha família, ajuda a minha família, a minha esposa. Então, não posso dizer que é só um hobby. Então, hoje é meu trabalho. É o que eu levo para mim. Біздің енді команданы жаттықтыруға деген тактика, әдіс деген әрине ол әр тренерде болады ғой. Бұл жерде енді өте үлкен, бұл енді целый механизм ғой. Жаңағы жаттығу деген нәрсе, ол енді тренер командада ойынның үстінде болсын, тренировканың процесінде болсын, біздің командаға қандай жаңағы нәрсе жетпегенін тренер көріп, сол жолда біз сондай тренировкалерді көбірек жасатамыз. Бұл жерде енді бұл футзал деген мобильный вид спорта ғой, енді тез ойлану керек, тез қимылдау керек, тез жаңағы шешім қабылдау керек. Бұл жерде енді тактический дейміз ғой, енді тактический өте үлкен жұмыс жасалады. Бұл жерде біз каждый ойынды, өзіміздің тренировкамызды видеоға түсіреміз, қараймыз. Жаңағы стандартта біз қандай жаңағындай тактика қолданамыз, жаңа қорғаныс мәселесінде. Енді басқа біздің жаңағы қарсыласымыздың стандартта қандай жаңағы защитада тұрады, біз соған қандай атака дайындау керекпіз. Бұл жерде енді өте үлкен тактический жұмыстар көп жасалады. Каждый ойынның алдында, каждый командаға біз тактический өзіміздің ойынымызды, стандартымызды, жаңа қорғанысымызды біз енді мен как тренер ретінде осы мәселеге үлкен көңіл бөлем. Мен осы әр ойынға өзімнің тактический, өзімнің планымды командаға дайындаймын. Есімде ең бірінші жалпы бұл команданың аты деген Сала деп аталған ең бірінші. Бұл Сала деп атылып, осылай Қазақстан кубогіне қатысқан болатынбыз. Содан сол кубоктан кейін январдан бастап
осы команданың аты Атырау болып өзгеріп, бізге деген Атырау облысынан осы қаржыландыру бөлініп, сөйтіп команданың аты Атырау болып өзгеріп, сол чемпионаттан қатысқанбыз 2019-дан бастап. Есімде барлығы. Өзіміз құрдық десе болады. Себебі осы кубокқа 2019-да қатысуға осы қазіргі команданың директоры Тұрлан Темірович екеуміз Сала компаниясының директоры Нұржан деген ағамызға идея тастап, осы кубокқа шыққанбыз. Сол кубоктан шығып, жалғасын тауып, осы Атырау спорт басқармасынан қаржыландыру бөлініп, команданың атын Атырау қылып, сол Атырау командасын құрдық десе болады бірге. Біз енді осы 2019 жылы осы Атыраудан бізге жаңағы Нұржан Аханов деген ағамыз бар, сол кісімен танысып, сол кісі мені осы Атырау өңіріне келуіме себепкер болған кісі. Осы Атырау облысынан осы шағын футзал командасын ашқым келеді деп, сол кісімен біраз осы футзал мәселесін талқыладық. Мен осы Атырауға келгенге дейін 2017 жылы біздің ұлттық университеттер арасындағы ұлттық құрама бар бізде, студенттер арасынан құралған. Сол студенттерден құралған команданың жаттықтырушысы болып 2017 жылдан бастадым. Eu cheguei a Tirau há 2 anos, estou caminhando agora para o meu 3º ano e antes estava na Rússia, e então tive o convite e vim para o Atirão. E agora estou caminhando para o meu 3º ano. Eu jogo futsal há 6, 7 anos, e então joguei em alguns clubes no Brasil e antes disso, antes de chegar em Atirau, eu estava no Tyumen da Rússia. Eu não tenho nenhuma preparação especial, né? Acredito que a preparação tem que ser ali uma boa concentração, um bom descanso e estar preparado para a hora que chegar o momento do jogo. Minha motivação vem, como eu falei, minha família, minha mãe, minha esposa, que está sempre ali comigo todos os dias. Então ela sempre me incentivou, sempre me motivou e é isso que eu levo. Sempre quando eu entrar em quadra eu tenho que lembrar que eu estou ali por eles e é isso que dá a motivação. Бұлсырманов Рүстем, Бекболатұлы. 1989 жылы дүниеге келгем. Осы командада әкімшілік болып жұмыс істеймін. Клуб басшылығы жұмыс істеймін осында. Спорт саласында болғанда әуесқойларда ойнағам, қақпашы болып. Сол бана айтты ғой, капитан етіп кетті ғой. Сол Ахан Нұржан деген кісі мен директорға Тұрлан Темірлімен кездесіп, сол осындай ұсыныс жасаған, администратор жұмыс бар жасайсың ба деп. Мен келіскем. Біз тұрған жұмысымды жасаймын, сосын алдын ала ескертемін. Болады енді, айтқанда, орысша ғой, недоразумение болады да, кейде ситуация болады ғой, клуб болғасын. Басында жұмыс жасағанда қиын болды енді жұмыс. Ол салада жұмыс жасамағасын бұрын. Жайлап түсінісіп не істеп. Біздің командамыз енді 2019 жылдың декабрінде ойнадық ең бірінші ойынды, бірақ енді біз 2019-2020 болып бөлінеді бізде сезон. Неге десеңіз, 2019-да бізде сезон сентябрьде басталса, уже 2020-ның май айында аяқталады. Сол үшін 2020, 21, 19-20 деп сол айынан айтылады. Біздің командамыз уже 5 жыл болды қазір құрылғанда. 5 жылдан бері осы биыл 6 жыл Қазақстан премьер-лигасында ойнап жатқанымызға, осы 5 жылда біз 2 рет 3-ші орын, 1 рет 2-ші орын, 1 рет Қазақстан футзал кубогының финалисі болдық. Енді мен өзім есептеймін, бұл өте үлкен жаңағы результат деп. Өйткені неге десеңіз, ол біздің футзал деген ол футболмен салыстырғанда өте басқа. Өте қиын. Неге десеңіз, бұл командный вид спорта болғаннан кейін бізде енді 4 адам қақпашымен қосқанда 5 адам ойнайды алаңда, паркетте. Одан бөлек бізде заявкада 14 адам болады. 14 адамды сол бір матчқа біз қолдан аламыз.
Енді командада жалпы 20-19 ойыншыдан тұрады. Негізі енді 25-ке дейінде енді ол тренердің жаңағы жасөспірімдерді қосқанға байланысты негізі 20-22 ойыншы. айырмашылық деген басында 2019-да бана капитан етіп кеткенде кубокте бастап ойнады, ол кезде болған жоқ. Содан кейін болдым да, мен келдім команда. Басында қиын болды, ол салада жұмыс жасамағасын, не істеу керек екен, қалай істеу керек екен. Бұрыннан бар клубтардың администраторының номерін алып, соны сөйлесіп қалай екен. Айырмашылық бар қазір. Бұрын қиын болды енді, басында 1-2 жылда. Қазір өзі былай айтқанда опыт жинау болғаннан өзі не істеу керек екен процессті білесің ғой. Көп айта берсең, көп жұмыс маған тіреледі, былай айтқанда. В основном бәрі демеймін де, мына дайындалу, алдына басқа қала баратын болсақ, билет алу, гостиница дейтін, тамақ деген сияқты, соның бәрі менің мойнымда да. Басқа қала барғанда автобус күтіп алу, сол бәрі менің мойнымда да көп нәрсе. Ана ойынның алдында форма, қандай форма ойнаймын, соны басқа командамен келсем, сол жерден қателесетін болса, ол менің мойнымда ответственность, ол ана барғанда ол ақ форма ойнайды, мен ақ форма емес, басқа форма ойнау керек болады. Ол мен ақ форма екеуін бір дейміз болса, мен кінәм болады да, ол жерде уже қолға алу керек те өз алдына. Ондай ситуация болды. Банағы жаттығудың уақытын қателесу, бана ойын кезінде ойын киетін жейде форма, соны қателескен кезім болды. Әбден басқа қалада ойнағанда кім үйде ойнайды, сол команда шешетін не форма ойнайтын. Ол ситуация болды. Ол ақ форма ойнайтын болды да, біз қонаққа барғанда в основном ақ форма ойнаймыз да, соны мен қателесіп ақ форма жасап қойғанымда ойынға келген уақытта содан кейін белгілі болды ақ форма. Сосын мен барып қонақ үйге барып сол форманың бәрін басқа форма жинау керек болды. Сол қиын ситуация болған, енді одан өттік қой. Болады ғой, адам болып пенде болғасын. Қазіргі таңда бізде өте жақсы жас ойыншыларымыз бар. Келешегінен үлкен үміт күттіретін, осы біздің Қазақстан ұлттық құрамамыздың намысын қорғайтын ойыншылар біздің командамызда қазіргі таңда бар. Бізде легионерлер саны қазіргі таңда 4 легионер бар командада. Былтыр бізде жыл сайын енді 4-5 легионер болады, әрдайым сондай. Енді бізде жаңа сезонның басында 2 легионер, 3 легионермен бастаймыз да, бізде жаңағы жылына 2 рет трансфер ашылады, жаңа ойыншыларды тіркеу. Сол кезде біз енді январда әрдайым 1-2 легионермен жаңағы қатарға қосып командамызды күшейтіп отырамыз. Жаңа сезонның басында 3 легионермен бастасақ, январ айында тағы 2 легионер аламыз. Жаңа бюджеттің бізге беріліп жатқан қаржының жаңағы сумасына байланысты. Бірақ енді жергілікті біздің жастар мынау Қазақстан футзалының деңгейін өсіру үшін мен енді тренер ретінде ол шет елдің азаматтарының біздің жаңа командада болғаны дұрыс деп есептеймін. Неге десеңіздер, енді қазіргі таңда біздің жаңа академиямыз, футзалдың академиясы, солардың бәрі біздің футзалдың деңгейі өсу үшін бізге сондай ойыншылар керек. Ол ойыншылардан біздің ойыншылар үлкен тәжірибе алады. Жаңағы тренировканың процесі болсын, ойынның жаңағы темпі, уровені деп айтамыз. Ол енді легионерлердің командада болса, егер ол легионерлер жақсы болса, уровендары басқаша ойын болады. Ойынның скорысы болсын, манера дейміз, сол болсын, тренировканың жағандай процесс болсын, үйренетін нәрселер көп болды. Өйткені біз енді өзіміздің қазақтардың уровенін біз сол жағы мықты легионерлер арқылы да өсіреміз.
болмаса қиындау айту. Мүмкін, может, тренер болар ма едім күрестен. Сол жалпы. Солай ойлаймын енді. Біз енді кішкентай кезімізден спортқа бейімдегеннен кейін осы спортпен күрестен бастадық. Содан футбол ойнап жүрдік, арасында сол 5-6 классқа дейін күреске барып жүрдім, арасында футбол ойнап, сонымен футболды алып кеттім ары қарай. Если енді спортта болмайтын болсақ, білмеймін енді, может, сол бір тәрбиеші болатын бедік, осы бір физкультурный жаңағы не жағынан мұғалім ба, сондай болатын шығармыз енді басқа. Cara, eu acho que cada um tem uma parte muito importante da equipe. Eu acho que cada jogador, se pensar desse jeito, que pode ajudar de alguma forma, cada um ajudar de um pouco, eu acho que seria o ideal. Acho que meu papel é importante, eu tento ajudar da melhor forma, tento falar com os mais jovens, e sempre quando eu estou dentro de quadra, nos treinamentos ou nos jogos, eu dou o melhor de mim. Equipe, eu acho que a palavra já diz, né? A equipe tem que estar junto, tem que estar... tem que correr um pelo outro, tem que se ajudar, se motivar. Eu acho que isso é importante na equipe. Se a equipe tiver isso, tá no caminho certo. Команда ішіндегі ойын 5-те болатын болса, команда 3 жарымда жиналады. Мен одан бұрын 2-де 1 жарымда келіп алдына дайындалуым керек те. Ойынның алдына жаттығу, не материал керек, қандай доп керек. Келген команданы оларға автобус қамтамасыз етіп біздің мойнымызда болады да. Ойынның алдында шай ішеді, не істейді, сухарь дайындау менің мойнымда да. Соны мен ерте келемін, сол үшін залдың дайындығын қараймын. Судьялар келеді, төрешілер, оларды күлікпен қамтамасыз ету менің мойнымда да бәрі. Соның бәрі ертерек қой. Жұмыс былай айтқанда көп та. 2020-21 жылғы сезонда біздің команда Атыраудың жаңағы тарихында алғаш рет біз финалда Қайрат командасымен ойнап, Чемпиондар лигасына путевка алдық. Біздің енді осы Атырау футзалының айтатын ең үлкен осы бір тарихи сәті 2021 жылғы сезонда біз екінші жылы, енді 2020 жылы өздеріңізге мәлім білесіздер, ана пандемия деген жаңа ауруға байланысты біздің лигамызды уақытынан бұрын тоқтатты. Өйткені бүкіл Қазақстан бойынша сондай бір приказ дейміз ғой, жаңа сондай тапсырыстар айтылып, сол мәселеге байланысты біз өзіміздің сезонымызды аяқтай алмай қалдық. Бірақ біз сол жылда да біз өте жақсы результат көрсетіп келе жатырдық. Біздің 4 ойынға аз болды біздің ойынымыз. Соның өзінде біз 4-ші орын алдық сол бірінші жылы. Екінші жылы біз уже Чемпиондар лигасына жолдама алып, Қайрат командасымен финалда ойнап, полуфиналда Ақтөбе командасынан өтіп, сол 2021-22 жылы біз Чемпиондар лигасына қатысушы команда ретінде үлкен тарих жасадық. Сол жылы біз Қазақстан кубогына финалға шықтық Қайрат командасымен. Біздің Атыраудың айта кететін үлкен бір жетістіктерінің бірі. Чемпиондар лигасы, Қазақстан премьер лигасында 2-ші орын алдық. Кубокқа финалист болдық. 2022-23 жылы біз осы Қазақстан премьер лигасында 3-ші орынды алдық. Осы қазіргі былтыр өткен 2024-25 жылғы сезонда осы Атырау командасы қайтадан 2-ші рет 3-штікке кіріп отырмыз. Енді өзімнің жеке жетістігімді айтатын болсам, енді осы 2024-25 жылғы біздің сезонымызда біздің Қазақстан футзалының тарихында болмаған ең мықты сезон өтті. Өйткені барлық 11 команда болды, 11 қатысушы командалардың ішінде 11 команданың барлықтарында бізде шет елден келген легионерлер ойнады. Енді біздің қазір енді ол сезон өте мықты болуын айтатын болсам, өзіміздің западный дерби деп айтамыз, әрдайым бізде осы Каспий мен Ақтөбе командасымен біз енді ерекше дайындаламыз сол ойынға. Өйткені бізде батыстық дерби деп аталатын ойын өтеді үлкен. Біздің енді жанкүйерлер бір-бірімен сол ойында қатты күтеді сол ойынды. Сол жерде, мысалы, Каспий командасында 7 легионер болды.
мысалы Ресейден келген 3 азамат болды, бразилиялық 4 азамат болды. Сондай мықты командалар 11 команданың ішінен 10-шы орын алды. Ол енді біздің Қазақстан футзалымыздың сол жылғы деңгейін көрсетеді да, өйткені әр командада 6-7 легионерлер болды. Қазір мынау Семей қаласынан Абай облысы өте мықты команда ашылды. Осы 2 жыл алдын жергілікті сол өздерінің жаңағы азаматтарының қолдауымен мынау біздің қазір Қазақстан премьер-лигасында 21 жылдан бері чемпион болып келе жатқан Қайратты чемпиондық несінен тоқтатқан жалғыз команда Семей командасы. Осы 2024-25 жылғы сезонда енді бірінші ауадан, екінші осы еңбегіміздің арқасында осы біздің жаңа футзалға деген жаңағы қалай айтсам болады енді беріліп жақсы көргеніміздің осы жұмысымыздың қанша жылдан бері келе жатқан еңбегінің арқасы, одан осы менің ойыншыларымның арқасында, көмекшілерімнің арқасында осы 2024-25 жылдың сезонда үздік деген жыл қорытындысы бойынша үздік бапкер деген номинацияға ие болдық. Өте сол бір қуанышты бір осы бір жолда бір еңбектің бір жақсы бір өзіңе бір сезім беретін бір номинация деп есептеймін. Енді 15 жылдан бері біздің жаңағы қазақ тренер алмаған ол номинацияны. Өйткені бізде жаңағы айттым ғой, Қайрат командасы бар. 25 жылдан бері құрылған команда, осы 22 рет біздің Қазақстан премьер-лигасының чемпионы. Оларды әрдайым тек қана шетелден келген тренерлер жаттықтырады. Енді чемпион болған командаға береді ғой әрдайым үздік бапкер деген номинацияны. Сол бір 15 жылдай болып қалған екен біздің қазақ тренер осы номинацияны алмағанына. Сол өте қуаныштымын. Сондай 24-25 жылдың үздік бапкері атанғаныма. Командамен мақсатымыз биыл енді осы біз 2022-23 сезонда чемпиондар лигасына жолдама алып шыққан болатынбыз алғаш рет. Сол чемпиондар лигасына тағы да бір шықсақ па деген арман мақсатым бар. Командамен енді тренерлік жолында осы Қазақстан футзалының чемпионы болғым келеді. Енді ол бірде-бір менің өзімнің осы жолда келе жатқан арманым. Осыған еңбектенеміз. Ұлттық құрамаға көп ойыншыларды шығарсам деймін. Жақсы біздің осы ұлттық құраманың намысын қорғайтын мықты ойыншылар тәрбиелесем деймін. Армандарым тек қана осы ұлттық құрамаға ойыншылар тәрбиелеп, Қазақстан біріншілігінің чемпионы болу, чемпиондар лигасында ойнау, сол жақта мықты результат көрсету, ұлттық құрамада жұмыс істеу. Eu acho que tudo é muito difícil dizer como seria, né? Só acontecendo mesmo, só fazendo acontecer as situações. Acho que não teria como dizer como seria se não tivesse aqui. Acho que todo atleta tem que ter objetivos, né? Tem que ter meta, tem que traçar metas. Meu objetivo aqui, em qualquer lugar, é sempre chegar nas finais, uma final. E o objetivo é chegar nas finais e disputar a Liga dos Campeões com a Tyrol. Енді мақсат болғанда ертең не болатынын білмейміз ғой, бірақ құдай біледі, Аллах тағала біледі. Барынша осы клубпен жұмыс жасағымыз келеді, до конца не істегенше ол процесс сол жайлап көтеріліп отыр ғой, Аллаға шүкір. Маған деген былай айтсақ болады, бір сөзбен құлап қайта тұруды үйретті десек болады. Eu acho que o futebol ensina muita coisa. Já disse que
para jogar tem que estar junto, a equipe tem que se entender, tem que caminhar no mesmo objetivo. Acho que a partir do momento que não tem vaidade, não tem essas situações que prejudicam a equipe, eu acho que é o ideal. бір сөзбен біздің команда енді бүкіл Қазақстанда білет. Бізде енді Запад осы Атырау командасы бір өте бір сондай намысқой. Өте намысқой, өте бір сондай неступчивый дейміз ғой, ұтылғымыз келмейтін. Өте бір сондай мінезді команда. Сол үшін де осы мүмкін енді өзімде сондай қасиет болғандықтан шығар деп ойлаймын енді. Өзімде енді ұтылғанды жақтырмайтын адам жалпы. Осы бір нәрселер ойыншыларға да берілетін болар деп ойлаймын. Сондықтан да біз енді осы Аллахтың қалауымен осы Қазақстан премьер-лигасында әрдайым осы төрттікте келе жатқан мінезді команда деп есептеймін. Пока енді денсаулығым жақсы болса, не болса осы командада әлі ойнайын деген ойым бар. Пока әлі мақсат құрмадым, әлі қалай жалғастырамын, тренер боламын немесе басқа жұмыс іздеймін деген сияқты әлі ойланбаппын. Poder dizer como vou estar em 10 anos é difícil. Acho que todo atleta de futsal almeja estar bem de vida, estar bem com sua família. Eu penso que se estiver com os meus familiares saudáveis, minha esposa, meus filhos, acho que daqui 10 anos é muito difícil. Acho que todo atleta almeja um futuro bom, né? Poder aproveitar com a família, ter as melhores condições. A gente trabalha e batalha para isso. Mas 10 anos é muito tempo. Espero estar bem com a minha esposa, com os meus familiares e com o filho, se Deus quiser.